Ет көкөністерді жемейтін 4 жасар қыз консультациядан кейін ет көкөністерді жеп бастады. Қалай екенін мен сіздерге қазір айтып беремін. Менің алдыма келген әрбір пациентке осы тарелканы көрсетіп, дұрыс тамақтануды көрсетемін. Сол кезде келген ата-аналар баласының ет көкөністерді жемейтінін айтады. Әрине, бала ол нәрсені жеу үшін бірінші өзіңіз балаға көрсетуіңіз керек. Яғни сіздің дастарханыңызда 3 рет салат болу керек. Үйге коробка печенье, шоколад алғаннан көрі, керісінше үйге пайдалы тамақтар алу керек. Осы қызға мен көрсеткенмін дұрыс тамақтануды, мына нәрселерді жеуге болады, жеуге болмайды деп көрсеткен едім. Қазір ол қыз тамақтану кезде мені есіне алады екен. Сол декабрьда консультацияға келген, декабрьдан бері үнемі мен айтып жүреді екен. Доктор мынау нәрсені жеуге болады деп айтты, мынау нәрсені жеуге болмайды деп айтты деп көкөністерді, етті жеп бастаған. Және кеше рекламадан, мысалы бургердің рекламасын көріп қалып, анасынан доктор маған мынауды жеуге болмайды айтты, бұл зиянды тағам деп айтты деп айтып отыр. Сондықтан міндетті түрде балаға дұрыс тамақтануды үйрету үшін өзіңіз дұрыс тамақтанып бастаңыз.